Ілбіп әлі жүріп келем, жол таусылар емес. Екі қолымда ауыр сумкалар. Алматы Қапшағай бағытындағы автобустан түсіп, трассаның оң жағындағы көл жағасына орналасқан ауылға бет алғаныма 1 сағаттан асты. Көздің базар таусылып, қыс қаһарына ене бастаған шақ. Ауа дымқыл, қара суық, жел қойын қоншыма тікіріп, сумаңдаған ызғармен тәнімді тітіргендіріп өтеді. Аяғымдағы жұқа күздік етіктен өткен ызғар төбемнен бірақ шыққалы қашан. Жел өңменнен итеріп, әрбір қадамымды қиындатқанмен тұрмай, қатты өріп түйіп тастаған шашымды тарқатуға әлі жетпеген мезаланғандай, бұралаған кекілімді жыла тартып, ызғар маңдайымды жарып барады. Ара-тұра тісіме тимей сақ-сақ етем, бірақ суықты онша сезбеймін. Сыпайы тоңбайды, қалтырайдының кебін кигеніме күйіп кетем. Жұқа болса да бар әндемімді киімдерімді киіп шыққанмен свиданияға бара жатыр емеспін бе? Тәнімді, жаным жылтып келеді, ал менің жанымда, жүрегімде, қанымда әйтеуір шашымнан башпайларыма дейін тараған мөп-мөлдір сезім бар. Бұрқырап ақ көбігін шашып, үлкенді-кішілі қойтастарды таранып көбік шашырап, бұлқын аққан тау бұлағындай сағыныш бар. Себебі мен бүгін түрмедегі досыммен кездесуге келемін. Ол менің жаңадан қосылған күйеуім ғана емес, мен үшін дүниеде бар жалғыз еркек. Мен сүйген, мен пір тұтып өтетін жалғыз адам. Менің тек жүрегім ғана емес, бойымдағы бар клеткам досым деп соғатындай. Оны 3 жылға соттады. Бұзақылық бабы бойынша дейді. Ал қылмыстық істе бар дерегі милицияны итеріп жіберген үшін. Досымға трамвайда кездескен милицияның үстінде арнаулы киімі де болмаған, куәлігінде көрсетпеген. Аялдамасына келіп түспекші болған досымның алдын кес-кестегенде оны итеріп жіберген шын. Бірақ қарға-қарғаның көзін шығушы еді. Сот милицияның мен милиция қызметкерімін деп ескерткенін, сонда да ол маған қол көтерді дегеніне сеніпті. 3 жыл түрмеге кететінді білгенде ұру деген бұлай болады деп мұрының быт-шытын шығарар ем дейді. Заңнан алыс 23-ке жаңа толған мен үшін досымның не үшін аяқ астынан 3 жылға сотталып кете барғаны түсініксіз күйінде қалды. Әйтеуір досымның кінәсі екенін білемін. Ол керек десе шыбынды да өлтірмейді. Олар да Құдай жаратқан тіршілік иесі де үйден ұстап алған шыбынды өлтірмей сыртқа ұшырып жіберетін. Сөйтетін досымым түрмеде отыр. Тағдыр басқа салса амалың жоқ екен. Басында 15 күнге қамайды, шашын алып тастайды дегенде тақырбас күйінде көршілерге пәтер иесі Татарка апайымызға қалай көрінесің, ұятай деп ағыл-тегіл жылап едім. Қасымнан бір жеңіл машина өте шықты. Тоқтаған жоқ. Адамгершілік деген жоқ қой осы күнгі адамдарда. Тоқтап ала кетсе қайтеді екен. Мына байқұс келіншегі ауыр сумкалармен келе жатыр екен. Жоялай кетейін деп көл жағасындағы ауылға дейін әлі 5-6 шақырым бар деп жанашырлық танысы тағадан түсіп қалатындай. Бірақ бұл ауылдың адамдарының трассадан түсіп қалыпы режимді зонаға ағылған адамдарға еттер үйреніп кеткен шығар. Әрине жақын жердегі машиналар мен ақшасы барлар такси жалдап бұрып жатады. Бұл жерде отырғандардың ішінде Қазақстанның қай түкпірінен сотталғандар жоқ дейсің. Менің қайтар жолға автобусқа ғана төлейтін ақшам бар. Бұл свидания 3 күндік. Жұмыстан 3 күнге ақысы демал салғанмын. Себебі бұл свидания 3 ай сайын ғана беріледі. Қызық, сотталған жақын адамдармен кездесетін бұл кездесуді ауылдан келген кемпір шалдарға дейін свидания дейді. Мен бірінші рет осында отырған күйеумен кездесуге келдім десем, онша түсінікті емес секілді. Пәтер иесінен қарызға ақша сұрап алдым. Мына сумкалардың іші толған дәмді тамақтар. Досым екеумізге 3 күнге жетеді. Аяулы жаныма осы мүмкіншілікті пайдаланып 3 күн қолымнан келгенше жұмақ орнатпақшымын. Сол 3 күннің жылуы шуағы қалдырған ізі біздің сағынышымды басып, сол 3 күнде сүйіктіммен татқан дәмін алған ләззатымның қуаты, шырыны күшті жарығы біріне бізге көз уақытқа жетеді. Біздің бір-бірімізге деген сөнбес сезімімізді дәлелдейді. Осы қиыншылықты уақытты тезірек өткізіп артқа тастауға көмектеседі. Алдағы күндерге деген сенімімізді нығайтады. Досымды оның құшағын аңсаған кезде оның ыстық құшағын сағынып, төсекке өз жан тәнімен арпалысқан сәттерде жанға қуат, көңілге медеу болады. Олар бірге болайық, не үйленейік, не әртүрлі айла шарғымен коллекция үшін бірге болғысы келетін еркектерге той тарс беріп, 1-2 күндік қызық іздеп, денемді көздерімен ішіп жеген еркектердің қастарынан тәкаппарлана басып өте шығуға көмектеседі. Мына жол әлі бітер емес. Ой, қандай қуаныш, қандай бақыт еді. Мен бүгін мен сүйетін, мен сүйген еркекпен кездесем. Жаурағаным ештеңе етпейді. Құжаттарымызды тексеріп 1-2 сағат өткен соң кішкене ғана бөлмеге кіріп, от құшаққа енем. Содан соң жаңалықтарды айта жүріп шешіне бастаймын. Досым шешінуді менен соң бастаса да, бұрын бітіп маған бас салады. Осы шалт қимылдың өзінде ақ керемет бір үйлесім бар. Мені бір хрустальдан жасалған қымбат нәрседей
бір жерін ауыртып сындырып алмайын дегендей нәзік аймалай бастайды да сезімнің селін ағытып келіп жібереді. Төменгі жағы іш киімін жыртардай тырсылдап ала сұрып өзінің барын тоқтайтын, пана табатын, аялдайтын орын іздеп одан тараған бар қызудың күші екеумізді өртеп бара жатады. Досым мен тұншықтыра аймалап өртеніп от шашқан жерін мендегі өзіне арналған орнына апарғанша тағатсыздана қимылдайды. 25 пен 20-ның қызығы да осы шығар. Жаңалықтарды ұмытып қалмасам сосын айтам ғой. Оның қимылына ыңғайлана бере сүйте тұра менің де алатын үйлесім бар дегендей керегімді қимылмен білдіремін. Тек бір-бірімізді сөздерсіз-ақ, көз қарассыз-ақ ұғысатын әрекеттерге кірісеміз. Бір көзімді ашқанда ол үстімде жатады, бірде мен оның үстінде. Бірде аяқтарымыз айқасып аймаласып отырамыз. Жанымыз да тәніміз де қимылсыз. Тек екеумізге ортақ, тек екеуміз ғана білетін, екеуміз ғана түсінетін, екеуміз ғана сезіне білетін ерекше бір күйге енеміз. Біз секілді бақытты ерлі-зайыптылардың барлығы осындай тәтті ләззатты сәттерді басынан кешіретін шығар. Мен тезірек 2 қабат болғым келеді деймін. Досым екеуміз үйленгеннен кейін 4 айдан соң оны институттан кейін 2 айға әскери жаттығуға алып кеткен. Оның алдында досымның оқуы бітіруі, той деп жүрдік. Былайша айтқанда ыстық суығымыз басылмақ түгіл бал айымызда дұрыс өткен жоқ. Содан кейін секундтар ма, минуттар ма, сағаттар ма, тек әйтеуір тәп-тәтті бір дүние. Арасында дем алғанда ол саған қандай қимыл жасағанды толық ләззат аласың дейді. Мен өз ыңғайына қара, саған қалай ұнайды деймін. Бұл жағынан оның білімі көптеу екен, әйелдік бір сұңғылықпен сезіп. Екеуміз бір-бірімізді сыйлап, қандай жағынан болсын бір-бірімізге жақсылықтар мен жағдай жасағымыз келеді. Алғашқы танысқан күннен бастап осындаймыз. Сөйтетін адамның олайша қылмыскер атанып түрмеде 3 жыл отырғанына таңым бар. Досымның осындағы туысқандары араға біреулерді салып сотпен сөйлесіп көрген екен. Көзі бақырайып, өзінше діл марсыған ет жеңді қарағатын $3000 әкелсеңдер условный срок берем депті. Арадағы кісі аты неме айтқан. $3000 шамамыз келмейді. Кредит алып, қарыз алып $1,500 жинап берейік десе, ол әйел сендер не, базарда отырсыңдар ма? Менің жоғарда беретін адамдарым бар деп, одан төмен болмайды депті. Ол соңынан ғой білгеніміз. Ал сот бітпес бұрын досымға жолуға рұқсат сұрап өтінішімізге қол қойдыра. Енем екеуміз ол әйелдің қабылдауына кіргенбіз. Сонда сол сот зал әйел ертеңмен бауырсақ пісіріп әкелгенмін. Ауыз тиіңіздер, бүгін жұма ғой дегенде, енем кішіпейлі Құдайға қараған жан екен деп жыл шырай танытқан. Ал мен үлкен адамға жасқаншақтана қарап, мама қандай жан екен көздері айтып тұрған жоқ па дегем, сөзінің өзінен жалғандық пен өтірік сезіліп тұрғандай көрінген. Әрине ол кезде сұраған ақшасын бере алмайтынымызды білген жоқ еді. Сол бір алғашқы көрген сәтте-ақ ұнамаған. Жүрегім сезген екен. Біреудің бақытсыздығынан ақша байлық жинамақшы. $3000. Менің жалақымен ішпей жемей оны жинау үшін 8-10 жыл жұмыс істеу керек. Ал ол болса бір істі қарағанда алмақшы. Істі 2 жұмада 2 рет тағайындап қарап бітірді. Досымды 3 жылға бас бостандығынан айырды. Досымның отырғанына 1 жыл болды. Оның 6 ай Алматыдағы Сейфуллин даңғылындағы түрмеде өтті. Мен досым сотталғалы осымен 2-ші рет 3 күндік свиданияға келе жатырмын. Қанша тыпырлағанмен тағдыр басқа салса көнбейтін шараң жоқ екен. Досымның қылмыскер емес екенін мен білемін ғой. 90 қызға бағалаған қамажайдай 90 еркек жиылып тырнағына татымайтын досым мен үшін 90 еркек жиналса да орнын баса алмайтын досым. 2 көздер жәудіреп түрмеде отыр. Осы 1 жылдың ішінде мен не көрмедім. Жердің үстінде дем алып жүріп, жердің астында өмір сүрдім ғой. Не ойлап кеттім. Мынау ауылға жақындаған сайын шаршағаным сезіліп, жүрісім өнер емес. Енді өте ауыр сумкамды құмырамен су тасыған үнді қыздарындай иығыма салмақшы болдым. Бірақ одан ештеңе шықпады. Әрі көлемді, әрі ауыр сумка. Іші әртүрлі тамақтарға толы. Банкілер мен қалбырлар ыңғайсыздық жасады. Сағат түскі 12-ге дейін жетуім керек. Сол кезде бір прапорщик шығып свиданияға кімдерге берілетінін, оларға кімдер келгенін түгендеп келгендердің өтініштері мен құжаттарын алып кетеді. 12-ге дейін жетуім керек. Асығып жүріп сағатымды да ұмытып кетіппін. Көз ұшында айқындалып анық көрініп келе жатқан ауылдан басқа маңайда ешкім жоқ. Мен сүйретіліп жеткен кезде прапорщик деп атайтын кіші бастық 2 сағаттық свиданияға келгендердің құжаттарын алып кетті. Оларды құжаттар бойынша сотталғандарға жақындығын тексереді. Айтуларынша өтініштеріне дәу бастыққа қол қойдырады. Содан кейін кездесуге келгендерді жинап әкетеді. Бір рет мен мұндай свиданияда болғанмын. Жүгіріп барып досымның мойнына асыла кетіп, шашынан көзінен бас салып сүйе берсем ғой деп ойлағам.
Мендегі сезім мен сағыныштың құдіреті түрменің тас қабырғаларын ертіп, анау далиып жатқан зона дарбызасының жоғарғы жағынан көтерілген, толық жүргізілген сымдарды бырт-бырт түзетіндей еді. Бізді әкеліп кіргізгенде әйнектің арғы жағында отырған тюремшіктердің ішінен қараңғы, ала көлеңке жерге көзім бір дегеннен үйренбегендіктен бе, қапелімде досымды бір дегеннен байқай алмадым. Түрімшіктердің барлығы қара киімді, жақтары суалған, көздері іштеріне кіріп шүңірейіп кеткен. Әрине олар курортта отырған жоқ. Ол кезде Алматыдағы түрмеден жаңадан ауыстырған кездер еді. Екі иығы шөгіп, ұзын бойы пәсейіп, ұнжырғасы түсіп кетіпті. Қалың бұйра шашы ешқашан болмағандай тақырбас. Бір-бірімізді байқап көздеріміз түйісіп, бір-бірімізге қарсы ұшар құстардай болып, қанаттарымызды қомдағанмен патша көңіліңді езіп жіберердей болған айналаға қарап, тез сабамызға түскенбіз. Өз шегірткенің айғырындай бір тұтам шыңылтыр дауыс сары еркек свиданияның тәртібін тағы қысқаша түсіндіруге кіріскен. Біз шарасыздықты түсінгендей екеуміз әйнектің екі жағынан телефон трубкасын бірдей қолға алдық. Оның мұндай аянышты түрін көргенімде көзім жасқа толды. Ол шарасынан төгілгелі тұрғандай болған соң, жоқ, босамауым керек, мықты болуым керек деп ішімнен өзімді өзім қайрап тұрғам. Бостандықта денім саумен жыласам, адамның қоры болып түрмеде отырған ол не істейді деп, телефон трубкасын қолына алғанмен тамағына бір нәрсе тұрып қалғандай бір дегеннен сөйлеп кете алмады. Мен неден бастарымды білмегем, бар ойым көз жасымды төкпеу. Ұзақ үнсіз тұрған ол тамағына келген бір нәрсені ұзақ жұтынып, жаным деді. Осақ екен, менің жанарымда тұрып қалған моншақтар фонтанша атқылап кете барды. Бода-бода шығып жылап, өзімді тоқтата алар емеспін. Оның осы бір ауыз сөзінде мен тілімен жеткізіп бере алмас тек екі адамға ғана түсінікті, бірін-бірі көзбен ұғар сезімдер тасқынында сарғайып, аңсатқан сағыныштар күзгі жапырақтай қалтыраған, ертеңгі күн үмітке қор болып темір тор ішінде өтіп жатқан қайран 25-тің күндеріне нала да қолынан ештеңе келмес, шарасыз адамның өкініші де бәрі сыйып кеткендей еді. Оның көздерінен жаным көкем шыда, мықты едің ғой, бұл кез әлі өте шығады, күт мен сен әлі бақытты етемін деп айтып тұрғандай. Мен бе мықтысы айтады-ау, 3 жыл ауызбен айтуға ғана оңай. Бір жылдың 365 күні мен түні бар. Менің аяулы адамсыз өтіп жатқан жағымсыз күндер мен қызықсыз түндер ғой ол. Өшімді көз жасымнан алғандай біраз жылап алып, солқылдап барып, әрең басылдым. Ішімнен бір құшақтап мауқымды басып сүйе алмаған бұндай свиданияс құрсын дедім. Ойым бөлініп кетті. Қасыма келген ақ жаулықты әйел сағат сұрады. Жоқ екенін айттым. Қызық, өз жап-жас, әлі ақ жаулық тартып алған. Свиданияға келгендердің жиналып отыратын жеріміз осы бір бөлмелі үйшік. Онша үлкен емес. Осы жерде әркім өз шаруаларын бітіріп кеткенше бір кіріп бір шығып жүріп алады. Жағалай ағаштан жасалған үлкен сәкілер қойылған. Әлгі әйел қасынан кете қоймады. Сіңілім, сен бұрын свиданияда болып па едің? Иә, айтып берші деп қасыма отыра қалды. Не айтам? Бірнеше бөлме, біреулерге ата-аналары, біреулерге әйелдері, тіпті балалармен келеді. Бөлек тамақ істейтін ас үйі бар. Онда неше түрлі ыдыс-аяқ, нан жасатын оқтау мен тақтайына дейін бар дедім. Бұрын кездесуге келмеген, оған қарағанда мен бір рет болса да болғанмен тәжірибелі екенмін. Өткен жол ыдыстардан да не алу не алмау керек екенін шамалағам. Менің әңгімеме жоқ екенін байқады ма? Әлгі әйел сыртқа шығып кетті. Иә, ол жол свиданияға келгенімде 7-8 бөлменің біреуі бізге бұйырған. Ішке кіре сала қауышқан құшақтарымыз 2-3 сағаттан кейін әрең жазылды. Досымға келген тамақтар мен киімдер бір жақта қалды. Мен досымға, сен жақсы көретін тұшпара жасап әкелдім. Мен тамақ пісірейін деймін. Ол сенен басқа ештеңе керек емес, ешқайда жібермеймін дейді. Солай құшақтасып аймаласқан күйі отыра берер медік. Біреу есік түртті. Естер кілттенбейді. Тұруға тура келді. Қазақ кемпір екен. Қызым, аздап чеснок ащы қиярың бар ма? Балалар сондайлар жегісі келеді екен. Ал біздің ауылда ет пен майдан басқа не болушы еді деді. Қапаланған түрмен ақталғандай болып. Алыңыз апа, алыңыз деп сумканың ішін ақтарып тастадым. Риза болған кемпір айналсоқтап, үйленгенсіңдер ме? Жап жассыңдар ғой. Балам маңдайының бағы бар екен. Мынандай періште түрмеге артынан іздеп келіп жүрген. Менің келінім түрме адамды бұзбаса түземейді деп, баламның келісімсіз ажырасып екі немеремді алып кетіп қалған деп рахметін жаудырған кемпір кемсеңдеген күй шығып кетті. Қайран ана, ол кеткен соң ол ананың мұңы да бізге ауысқандай бір түрлі күйде отырып қалдық. Досымды құшақтап, жаным, мен сенен ешқашан ажыраспаймын, 3 жыл емес 30 жыл болса да күтем. Сезімімізге селкеу түсірмей күтемін көкем дедім.
Темір торлы терезе әйнегінің бір шеті сынған екен. Досым оны бітеп одеяломен жауып келді. Бөлме іші суық екен, азынап тұр. Жаңа байқадым. Мен ыстық тамақ дайындамақ болып едім, ол кейін деп бас шайқады. Өзі дәретханаға кетті. Мен қызарып бетімнің ысы бастағанын сездім. Неге ол менің құшағына алып аялап сонша ұзақ отырды деп ойладым. Мен тіпті маужырап ұйықтап кете жаздадым ғой. Жаңа кемпір келмегенде әлде түн мен тамақтар әзірлеп ұйықтамағандық екен. Досым келісімен кроваттағы төсекті жерге салды. Николай патша заманынан қалған ба? Темір кроваттың сеткасы ішіне түсіп кеткенін, қозғалған сайын шиқ-шиқ етіп ойбайлап қоя беретін мен де келісімен байқағам. Қазы сыр басқа тамақтарды тіліп әзірлеп жатқан маған қарап, келші жаным, келші деп төсекке шақырды. Жаңа ғана тәй-тәй басып жүрген сәбиін шақырғандай қуана қиыла шақырды. Мен қасына келгенде аймалап тұрып шешіндіре бастады. Көңілім ояу болғанмен көздерім жұмылып буындарынан әл кетіп барады. Ол менің шашымның әр талынан бастап асықпай аймалап кеудемді ашты. Өртеніп бара жатсам, маған бойың үйренді ме деді. Менің балқып барап жатқан денем тұманданы бастаған санама жеткені, оның бағанадан бері маған бас салмай күткені бойы үйренсін деген екен ғой. Үйленгеннен кейін оңаша бола қалса, тез шешінші дегеннен неге жаңылды десем, мені жатырқап қалды деген екен ғой. Әрине мен күйеуге шыққан досым мен қазір көріп отырған досымым екеу екі түрлі адамдай. Жағы суалып, қара торы жүзі қап-қара болып түтігіп кеткен. Салқында аязда жұмыс істегендіктен шығар. Көздерінің аласы үлкейіп, өткірленіп адамға қатаң қадала қарайтын шығарыпты. Иә, мен осында келгелі мұрным бір жағымсыз күлімсі иіс сезген. Түтінге ысталған бөлмеден бе, ондағы төсек орнынан ба? Керек десең ол иіс досының киімдерінен де, керек десең оның денесінен де шығатын секілді. Әйтеуір көзге көрінбейтін бір нәрселер адамды тартындырды ма? Мына жерге 100% араласып кете алмай тұрғанымды ол сезген екен. Жаным менің, пірім менің. Жасы менен көп болса да, әйелді еркектің мысы басып тұрғандай қандай жақсы. Тізерлеп алдыма тұрып, кеше баняға түскенбіз деді. Қарулы қолдары төменгі жақтағы киімдерді шеше бастап, мүйізденіп кеткен қолдарымен денемен ұстауға да именгенде сүйіп жатыр. Басында не істесе де өзі білсін деп тұрғам. Мен ұялып әрі қытығым келіп, әрі тезірек оның құшағына ену үшін. Төсімді оның төсіне басуы мұң екен, таныс сезім екеумізді үйірімне үйіріп әкетті. Мынау құлын денемін сонша іңкәрлікпен күткен тойы басталды. Азынаған бөлме, астымызда бұдыр-бұдыр матрас емес, тек құс жастықта жатқандаймын. Айнала жып-жылы, мөп-мөлдір, тап-таза көгілдір дүниеде бір-біріне асыға аққан бұлақтай жан тәніміз мидай араласып екеуміз бір адамға айналып кеткендейміз. Сиқырлап бақта жүргендейміз, әлде ауада ұшып жүрміз бе, солай шығар-ау. Айналамызда қоршаған жұлдыздар. Осылай уақыт деген шіркін созыла берсе екен, бірақ бәрі кенеттен үзілді. Досым кінәлі адамдай шығып кетті. Шыдай алмадым деп төмен қарады. Бәр тамаша, тамақ ішеміз, қарның ашқан шығар. Менің де қарным ашып кетті дедім. Оның өтірік, бірақ оның ыңғайсыз жағдайдан тезірек шығарып алғым келді. Тағы жарты сағаттай жата тұрайықшы деп бар тәнімді аймалап шықты. Ауылда тұрғандықтан ба, әлде бөлмеміз кілттегендіктен бе, мұндай жоқ секілдеді. Үйренбеген басым, қытығым келіп балаша мәз боламын. Осы әдемі кезді ол кенеттен бұзып, тамақ ішіп алайық, әлденіп деген ұсынысына қуана келіскенмен, оның біздерге укол салады ғой деген сөзін естісем де, түсінген де мән де берген жоқпын. Ақ жаулықты әйел қайта кіріп, татты ойымды қайта бұзды. Анау прапорщик келе жатыр, енді біздерді апарады дегенін естігенде ұшып тұрдым. Фамилияларымызды атап жатыр, менікін қашан атайды екен деп тағатсызданамын. Өткенде бірінші рет келгенде фамилиямды естігенде мен де қуана айқайлап, жерден жік шыққандай жасап, жұрттың бәрін шошытып, олар мені ала көздерімен атып, бір ыңғайсыз күйге түскем. Енді фамилиям естілгенде жай ғана мен деймін. Абзалова, саған свидание берілмейді деген сөзді естігенде біреу маңдайыма періп жібергендей болды. Қалайша берілмейді деймін, заң бойынша кезекке қояды. 12 жақтан жақын адамдар сарғайып күтеді. Артынып жол азабын көріп, жұбайлары я ата-аналары я жақын туыстар келеді. Еріккеннен емес, жұмысынан сұранып, кейбіреулер мал жандарын көршілеріне не туыстарына тапсырып, түрмеде отырғандар өмірден тума туыстарынан алыстап кетпесін, қоғамнан жырақтамасын, қандары қарайып өмірден түңілмесін. Оларды іздейтін, сағынатын, күтетін адамдар барын білсін деп келеді. Сонда оларға дөрекі, әзілдегенде мазақ қылғандай болып свиданиядан алып тастаған дейді. Неге ағай, неге? 3 күн болмаса да, 1 күн болса да, жарты күн болса да беріңізші деймін. Көз жасымды әрең тоқтатып.
Мен кішкентай адаммын, неге екенін білмеймін. Не положено деп өтінішіңізге қол қоймады, деп арызы мен құжаттарымды қайтып берді. Басқалары мүсірке аяп қарағанмен, енді біздің кезегіміз дегенді білдірді. Көз жасымды көрсетіп, өзімнің әлсіздігімді мойындағым келмейді. Бірақ көз жасым сатқындық жасап, моншақтап қоя берді. Кіші бастық бір топ адамдар жинап 3 күндік свиданияға алып кетті. Мен де олармен ілесіп зона есігіне келдім. Бұрынғы күзеттегілер жайты солдаттар еді, ал жаңадан ауысқандары өздерінше кісімсіп қалған. 5-6 метр жерден ашық тұрған есіктің екі жағынан анау свиданияға келді ме? Мүмкін кешігіп келген шығар. Осындай адамды шақырып берші дегенде шала бүлініп боқтап ауыздарына ақ ит кіріп қара ит шығады. Ал бір-екі ауыз сөз сөйлесе, кімнің несі кетеді, ол да қылмыс па деймін. Біз бір мемлекеттік құпияларды айтып жатқандай. Бастықта не жұмысың бар деген сықсық көз. Әйел мұқым бір күзетші солдаттың сұрағын жауапсыз қалдырып ем, ақ жаулықты әйел күйеуімен свидания бермеді, соған рұқсат сұрайды деп мен үшін жауап беріп үлгерді. Ертеңіне түске дейін бос сандалыс болды. Түс қайта прапорщик ағай сөзінде тұрып арыз жазғызып түрменің бастығына кіргізді. Бірақ ол кісінің жауабы қысқа болды. Қазаққа ұқсағанмен орысшалап не положено, дисциплина есть дисциплина, закон есть закон деді. Мен меңіреуленіп тұра бердім. Сөздерін естіп тұрсам да мағынасы санама жетер емес. Көз жасым кеше таусылып әлі жиналмағанға ұқсайды. Жанымның аппақ гүлдері солып барады. Қан тамырларымда қан жүрмей үйіп қалғандай суық-суықпын. Бастық сенімен ісім бітті дегендей қол астындағы телефон тұтқасына жабысты. Мен көздеріммен бәрін көріп тұрмын, бірақ нені көріп тұрғанымды өзім де білмеймін. Досыммен кездесудің ең болмағанда мына арқалап әкелген тамақтары мен сұратқан киімдерін беріп кетуім керек. Не десем екен, жаңа байқадым, терезе алдында тырбық мұртты бір ұзын сары тұр екен. Сол менің қасыма келіп шынтағымнан ұстап, itергендей сыртқа қарай беттеді. Қазақ екен. Шығыңыз қарындас, шығыңыз. Бұл кісі бір айтады болды, жұмысы көп деген сөзді естіп, ең соңғы вагонның артынан жүгірген адамдай, ағатай көмектесіңізші, құлыңыз болайын. Мен күйеуімді көрмегеніме 3 ай болды деп шырылдадым. Құлыңыз болайын деген сөздің аузымнан қалай шыққанын өзім де байқамай қалдым. Жолықтырса да құлы болайын деп тұрғаным жоқ еді. Сөз рет солай болды. Жақсылығын жерге тастамайтынын сездіргім келген. Тыс кабинетке дәлізге шыққан соң, үйшікте бол, ешкімге ештеңе айтпа. Өзім шақырып алам деп сыбыр етті. Өз құлағыма өзім сенбедім. Ол менің естіп тұрғандарының шын екенін қуаттағысы келгендей білегімнен қысып коридор есігінен шығарып жіберді. Үйшікке қайта оралғанымен байыз тауып отыра алмадым. Не сенерімді, не сенбесімді білмеймін. Бүгін қайта алмайтын белгілі болды. Бұл жерде қараңғы ерте түседі. Кешке қарай жолға шығу ойымда жоқ. Автобустар қатынайтын трассаға дейін 3 шақырым жер. Жаяу адамға, оның үстіне 2 адамға 3 күндік жетерлік азық-түлік ыдыстар. Досымның жылы киімдері, бір шама ауыр жүктерім бар. Мына адам ең болмағанда тамақтар мен киімдерін беруге көмектессе ғой деймін. Жылт еткен үміт отын сөндіріп алғым келмеді. Бір кезде бір адам келіп, мені бастық шақырып жатыр деді. Жүрегім өрекпіп барғым келмейді. Свидания алуға шынымен көмектесе ме? Свиданиялары бүгін де шешілмей ертеңге қалған ақ жаулықты әйелге бірге барайық деп жалындым. Шалы осы ауылдағы дүкенге нан-пан алуға кеткен. Ол сөзге келместе маған ерді. Әлгі адам мен ішке кіргізіп, өзі есік алдында ақ жаулықты әйел екеуі қалды. Ол да менімен бірге кіргізісі келіп еді, орысша бір түсініксіз сөздерді тез-тез айтып кіргізбеді. Ұзын сарының кабинеті үлкен, бастықтың кабинетінің жартысында екен. Столында электр лампасын жағып қойыпты. Кабинет іші жып-жылы. Ұзын сары мен кіргенде орнынан ұшып тұрып, қасыма келіп базарда мал сатып алайын деп жатқандай мені бір айналып шықты. Содан соң оның ішіп жеп қарағанынан ыңғайсызданып төмен қараған мені иегімнен ұстап өзіне қаратты. Атың кім? Самал? Иә, Самал. Бір дегеннен іске көшелік. Менің жұмысым көп. Мен сені күйеуіңмен жолықтыра алам. Заңсыз, аз уақытқа ғана. Кездескің келеді ме күйеуіңмен? Әрине ағай. Әрине, өтінем көмектесіңізші. Өте кездескің келеді ме? Иә ағай, өте кездескім келеді. Бағана құлың болып кетейін дедің. Демек күйеуіңмен кездесу үшін бәріне дайынсың ғой. Сол сөзінде тұрасың ба? Маған құл болудың қажеті жоқ. Әрине, мен 3 күн емес, тек бірнеше сағатқа, мысалы жарты тәулікке деймін кездестіре алам. Бұл деген үлкен бақыт қой, мейлі жарты күн болса да. Мен қолымды құлағымдағы сырғама апарып шеше бастадым. Тұрмысқа шығып үйден кетерде анамның берген сыйлығы. Мына кісіге беретін ақшам жоқ. Маған заңды бұзып әншейін жақсылық жасамайды. Досымды бір көруге зар болып тұрғанда аяп нем бар? Ха-ха-ха, сырғаңды бермекшісің бе? Оны қайтем? Менің әйелім түгіл
любовницамда тек қана бриллиант тағады. Жоқ. Сен ничегосың, фигураң күшті екен, беретін ақшам жоқ дейді. Ха-ха-ха. Өзің тұнып тұрған ақша екенін түсінбейсің бе? Сөздің қысқасы былай көжегім. Күйеуіңмен 5-6 сағатқа кездескің келсе алдымен қазірден бастап менімен 2-3 сағат бірге боласың. Сосын күйеуіңмен кездестірем. Ертеңгі 9-ға дейін бәрін бітіреміз. Осыған келісесің бе? Ол темекі түтіні сасыған демімен шарпып мені көздерімен ішіп-жеп тесіле қарап қалған. Үстімнен біреу мұздай су құйып жібергендей болғанмен білдірмеуге тырыстым. Суық су өртке шашқан судай болып жаным мен тәнімді аз уақытқа болса да бөлеген қуаныш пен үмітті өшіріп, ал сумен араласқан шүкір мұздай басым жүрегімді тескілеп жатқандай. Кейде адам бір күйде жеткенде оған бәрібір болады екен. Ештеңеден қорықпайды екенсің, ештеңеден ұялмайды екенсің. Тек сол күй, сол қалыптың құлы болып ойыңа келгенді айтасың, ойыңа келгенді істейсің. Маған да бәрібір еді. Мына адам аты бір мақұлық, мені боқтай ма, ұра ма, өлтіре ме бәрібір. Қасыма келіп, ну аппетитная ты женщина деді. Мен бар күшімді жинап, идиот дедім. Не айтқан сөзімді естімеді ме, не естігеніме сенбеді ме, не, сіз идиотсыз. Есіктен атып шығып қасындағы еркекпен сөйлесіп тұрған ақ жаулықты әйелдің қолынан ұстап сыртқа сүйрелей кеттік дедім. Артымнан кейбір адамдар жақсылықты білмейді деген қазақи дауыс естілді. Түнмен үйшікте көз ілмей отырып шықтым. Бұл жолы бір-бірін ұзын столдан неменене алған жоқпыз. Ертеңгі болатын свиданияға алыстан көп адамдар алдын ала келген екен. Ертеңіне сумкаларымды сүйреліп жолға шықтым. Досымға алып келген бар жыл жұмсақ тамақтарды ақ жаулықты әйелге беріп кеттім. Ыңғайсызданып алғысы келмеген үлкен 3 адамсыңдар. Оның үстіне бұндай тамақтар бұл жердің дүкенінде жоқ деп, сервалет, колбаса, піскен қазы, иісі аңқыған жас тұз алған қияр тағы басқаларын сумкасына салып бердім. Екеуміз бір-бірімізді бұрыннан білетін жандардай жылы қоштастық. Кетерде мені құшақтап, басың жас қой сіңілім, жасыма деді. Сумкаң жеңілдегенмен әлі де досымға тамақ салып берем деген әдемі тыстарымен досымның жылы киімдері бар. Қолдарым әлі ашып тұр, ісігі қайтқан жоқ. Жүрісім өнер емес. Трассаға мына жүрісімен қашан жетерім белгісіз. Әйтеуір кешке дейін жетсем, арғы жақ Алматыға дейін ағылған автобустар. Сумкаларымды қойып үстіне отырып дем алып отыр едім. Қасыма бір машина келіп тоқтады. Домаланған қара жігіт машинасынан түспей, қарындас қайда барасың деді дауыстады. Алматыға дейін ала кетейін, отырыңыз. Рахмет, төлейтін ақшам жоқ, бара беріңіз. Ақшаның қажеті жоқ. Жақсылық істеген адам я Алладан қайтсын, я балаларының алдынан шықсын деп жасайды. Кел отыр. Аллаға одан қалса сізге рахмет. Мен жеңіл машинаның артқы орнына отырып алдым. Іші жып-жылы екен. Свиданияға келіп жолыңыз болмаған-ау, шамасы, ашулысыз ғой. Мен үндемедім. Ол әңгімесіне әрі жалғастырды. Мен де інімді шығарып алуға әрекет жасап жүрмін. Жарты сұрағын отырды. Керемет жігіт, не қыласың, авария жасап алды. Қазір бұлатсыз ештеңе шешілмейтін болды ғой. Соттан бастап түрмеге дейін жолда кездескен қолында белгі барларды жемдеумен келемін. Тіпті ақша мен сыйлықтарға да қарамайды. Әркім отырған орнын пұлдап қалғысы келеді. Ол ағай сөйлеп жатыр. Өзі әңгімешіл екен. Бір әңгімесін естісем, бірін естімеймін. Бойым жылынып, ұйқым келгендей, арасында көзім ілініп кетеді. Осы кезде мына кісінің сөзіне күлкім келді. 20 ғасырдың 80-ші жылдарының басын еліміздегі блаттар заманы туындаған кезде ме? Мүмкін ол ерте басталған шығар. Қаншаға созылар екен. Досымның қамын жейтін осындай ағасы болса ғой. Енді свиданияға 3 айдан кейін келем. Үйге келісімен хат жазам. Қарындасым, мен сені қай жерден түсірейін? Мен селк ете түстім. Алматының шетіне келіппіз. Қарындасым үйіңе дейін апарып тастар едім. Қаланы дұрыс білмеймін. Қай аялдамадан түсірейін деді. Ол үйіме дейін жеткізіп тастамағанына өкінгендей. Аға, маған бәрібір. Өзіміздің Алматы ғой аға. Рахмет сізге ағатай. Ініңіз тез шықсын. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз аға. Үйге трамвайға отырып келе жатып бейтаныс бір адамның арқасында Алматыға 1 сағаттай уақытта жеткеніме өзімде сенбегендей, өмірде жақсы адамдар да бар ғой деп ойладым. Жақсы адамның ең болмағанда атын сұрап қалмағаныма өкіндім. Соңғы 2-3 түнгі оқиғаларды есіме алып сезім тазалығы, тән тазалығы, жан мен ар тазалығы үшін күрестің басталған және бұл күрестің оңайға түспейтінін түсіндім. Көз алдым Алматыдан 60 шақырымдай жердегі қазақшасы, өзен жағасындағы ауыл деген мағынаны білдіретін өзгеше тұрғындары бар. Шағын ауылда ақ жаулықты әйел, мен идиот атаған түрме басшысы орынбасарда, мені Алматыға ала келген белгісіз ағайда, оның блаттар заманы деп атаған 20 ғасырдың 80-ші жылдарда көз алдымнан кинолентадағыдай өтіп жатты. Әңгіменің соңы.